Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен тағы да бір ерекше инсайтпен өзіңізді расау дейтін, барыңызға қанағат ететін, шүкіршілігіңіздің дәмін сезінетін бір пост рилс салғым келіп тұр. Біз әрқашан кешегі күнге болмай қалған заттарымызға өкініп, ал алдағы күндегі біреулердің жетіп қойған жетістігін немесе ойымызда жүрген заттарды армандап, қиялдаумен ғана жүреді екенбіз да. Қашан болады, осы нәрсемен де қашан болады, қашан деп. Ал кешегі күндегі болмай қалған заттарға әттең сол кезде солай істеуім керек еді деген өкініштер болады екен. Жалпы көп адамдарда осындай программа жұмыс істейді екен. Мен айтайыншы, сіздің бүгінгі жетістігіңіз ұшан теңіз. Егер шүкір етіп саралай білетін болсаңыз, сіз үшін бір күндері расымен тұрмысқа шығу деген бір арман болған болса, шықтыңыз тұрмысқа дейік. Балалы болу арман болды, дұға жасадыңыз, балалы болдыңыз. Шіркін-ай, осы бір тым ауратып қойғанда тез жазылып кетсе екен дедіңіз, жазылып кетті. Тәй басып кетсе ғой дедіңіз, тәй басып кетті. Үйім болса ғой басында дедіңіз, баспаналы болдыңыз. Көлігім болса ғой дедіңіз, көлікті болдыңыз. Бір жерге барып келсем ғой дедіңіз, талай жерге барып келдіңіз. Анандайды көрсем ғой, мынандайды көрсем ғой дедіңіз, талайын көрдіңіз. Бірақ тағы болмай жатқан сияқты. Тағы не істесем деп, осы қолыңызда бар дүниенің шүкіршілігін ұмытып, дәмін сезіне алмай жүрген жоқсыз ба? Шынайы дәмін сезіну үшін бүгінгі барыңызға, қолыңыздағы затқа қанағат етіп үйрену керек. Соған қанағат сезімі ойдан шыққан кезде сізде барлығы өте керемет болады. Сіз одан да үлкен жетістіктерге тезірек жететін боласыз. Әйтпесе тағы арман, қиял, мақсат, тағы қандай мақсат қойсам, тағы арман қандай қойсам, тағы қандай идея деп жүре берсеңіз, сіз робот болып кетпейсіз ба? Сіз адамсыз ғой. Сіз идеялармен арман, мақсаттар тудыратын машинка, автомат емессіз ғой. Сіз адамсыз. Сондықтан адамдық болмысымызға сай шүкіршілігімізді көбейтейік. Әлхамдулилля, бізде бәрі бар. Сол кезде бізде бәрі одан да